Шахризаттың каналына қош келдіңіз. Болған оқиға ізімен хикаядағы ауыл адамдар аты өзгертілген. Қияндағы ызғырық, тылсым дүние жалғасы. Жоқшылық кейде аптап ыстықта амалсыздан жылып кеткен суды ішкенмен бірдей екен. Жаның қаламайтынды жейсің, көңілің қаламайтынға көнесің. Өмірдің сол кезеңінде адам таңдау емес, аман қалуды ғана ойлайды. Расында жоқшылық адамның мінезін емес, төзімін сынайды деген сөз бекер айтылмаса керек. Сол жылдары анамыз бақша екті. Огородымыз бітік шықты. Картоптың өнімі мол болды. Пиязды да өзіміз өсірдік. Бірақ молшылықтың өзі тоқшылық емес. Үйдегі балаларға жетсін деп, анамыз картопты тек суға қайнатып, үстіне сарымсақ қосып сорпа жасап берді. Аш қарынға жеген картоптың ауыр тиетінін қайдан білейік. Тамақтан кейін үстел басынан босағаға жеткенше құсатынбыз. Сонда да ешкім ренжімейтін. Себебі үйде басқа ас жоқ. Әлі есімде, бірде мамам Қайнарлы ауданындағы туыстардан біреудің ескі етігін алып келді. Табаны сөгіліп қалыпты. Әкем оны шегемен қағып жөндеп бергесіді, бірақ шегенің ұшы ішіне қарай шығып тұрды. Шұлығым жоқ. Жалаң аяқ сол етікті киіп мектепке барып жүрдім. Үйге жеткенше табаным тілініп қанға боялатын. Сонда өзіме өзім шыда шара деп қайрап қоятынмын. Өйткені менен де қиын жүрген бауырларым бар еді. Көрші әйел сыйлаған конькидің темірін алып тастап, ботинка қылып киіп жүргендері көз алдымда. Иә, айтпақшы, біз көшіп барған үй туралы айтпақшы едім ғой. Біз тұрған үйдің бір бөлмесінде пеш жоқ болатын. Қыста ол бөлменің есігі ашылмайды. Себебі қабырғалары тұтас-мұз болып қатып қалатын. Үйді отын тапшы. Сағат пен самат көшіп кеткен үйлердің шатырынан ағаш бұзып әкеледі. Ал әкемнің оған аса бас ауыртпайтыны жанға бататын. Қораның ішінде монша бар еді. Әлде содан ба, екі үлкен құнажынға бит қаптап кетті. Анам қанша жалынып, балалар жесін десе де әкем соймай қойды. Ақыры екеуі де арам қатып еді, терісін сыпырып иттерге тастады. Біз үйдің төргі бөлмесіне тығылып, бәріміз сондай ұйықтайтынбыз. Өзімізге орын тар болса да, кейде айлап қайтпай жататын қонақтар болатын. Олар анамның сотталып кеткен күйеуі бар сіңілісінің балалары. Бірақ сол үйдің ең ауыр естелігі жоқшылық емес еді. Түн түскен сайын ақылға сыймайтын құбылыстар басталатын. Біз бұл туралы ешкімге тіс жармадық. Айтсақ жынданып қалған дерді қорықтық. Анам болса мүмкін жүйкеміз тозғаннан шығар деп ойлайтын. Бірақ біз көргендерді қалай жоққа шығарасың? Үйдің ішінде кішкентай аппақ бала, қызыл көйлек киген әйел, қап-қара сұлба үнсіз кезіп жүретіндей көрінетін. Олар көбіне үйде айқай-шу көбейген кезде пайда болатын. Құрбан айт қарсаң еді, анам біреуден аздап ұн тауып әкеліп, бауырсақ пен шелпек пісіруге кірісті. Майды қазанға қыздырған кезде ол аяқ астынан көпіріп сыртқа төгіле бастады. Анам сатушыны кінәлап, майды көк майға араластырған шығар деп бізді жұбатты. Бірақ нағыз сұмдық кейін болды ғой. Бауырсақтарды майға салғанда олар атылып жан-жаққа шашырай бастады. Сол сәтте еденнің астынан күңіреніп Құран оқыған ер адамның дауысы анық естілді. Денеміз мұздап кетті. Барлығымыз сыртқа қарай тұра жүгірдік. Біраз уақыт ешкім үйге кіруге батпады. Кенет ауырып жүрген ініміз Санаттың үйде қалып қойғанын есімізге алдық. Анам мені және бауырымды ертіп, қорқа-қорқа қайта кірдік. Үй өртеніп кетпесін деп плитаны тексерсек, таңғаларлық жағдай осы емес пе? От сөніп қалған, май сол қалыпты, тіпті қызбағандай. Төргі бөлмеге кіріп есікті тарс жауып алдық. Сол кезде ішкі бөлмеден екі кемпірдің сықылықтап күлгені анық естілді. Әй қыз, деген дауыс шықты. Ақырын барып есіктің тесігінен сығаладық. Ешкім жоқ. Бірақ диванның үсті біреу отырғандай басылып тұр. Қанымыз басымызға шапты. Көзімізді тарс жұмып, Санатты жетектеген үйден қалай шыққанымызды өзіміз де білмейміз. Біз сол үйде 4 жыл тұрдық. Осы аралықта әкем ішімдікке салынып кетті. Кейін Осман деген шешеннің малын бағуға жалданып, жағдайымыз біршама түзеле бастады. Ол кісі бір қабын май, құрт әкеліп беріп тұратын.
неткен кең жүректі мейірімді жандар еді десейші. Туыстан көрмеген жақсылықты кейде бөтеннен көресің деген сөздің шындығын сол кезде ұқтық. Біз көшердің алдындағы соңғы түн әлі күнге дейін көз алдымда. Түнгі сағат 2-3-терде шамасы. Үйде электр шарығы жоқ. Тоқтың ақысы төлей алмағамыз әлде қашан қиып кеткен. Анам дәретханаға шығуға тұрып кенет «Шара, Самат, сағат, шырақ, тұрыңдар, мен бірдеңе көріп тұрмын» деді бізді оятып. Сыртқа шықтық. Аспаннан жерге қарай ұзыннан ұзақ жалындаған жарық түсіп тұр екен. Кәдімгі жерге қадалған алып жебе сияқты. Аздап қиғаштау. Түнді күндей жарық қылып жіберген. Бәріміз үнсіз қарап қалдық. Анам жай ғана, мүмкін құйрықты жұлдыз шығар, бірақ бұл бір жақсылықтың белгісі болса екен. Келіңдер, Алладан тілек тілейік деді. Сол сәтте анамның жай ғана алақаны мен айтқан дұғасы әлі күнге дейін құлағымда. Уа жаратқан ием, бала-шағамды аман қыла көр. Бұдан былайғы сынағыңды жеңілдете көр. Жолымызды аша көр. Ертеңінде көршілерден де сұрап көрдік. Ешкім ештеңе көрмеген. Әкем де көрмеген болып шықты. Көп ұзамай біз сол үйден көшіп кеттік. Кейде өткен өмірімде еске алсам, жоқшылықтан емес, сол жоқшылықтың ішінде бізді аман алып қалған анамның сабырына таңғалам. Байлық қолдың кірі, ал сабыр жүректің нұры дейді ғой. Рас екен. Егер сол кезде анамыздың үміті мен иманы болмағанда, бәлкім біз бұл күнге жетпес едік. Өмір маған бір ақиқатты үйретті. Адамды жоқшылық сындырмайды, үмітсіздік сындырады. Ал үміті бар адамның ертеңі міндетті түрде жарқын болады. Назарларыңызға рахмет. Жалғасы бар.